Енді біз жаңа пост приложениесін жазып алатын боламыз. Ол үшін біз Google Play Marketке кіріп жаңа пост дейміз да. Міне жасыл жаңа пост жазып аламыз. Установить. Жазылды. Қазір ашамыз. Открыть. Енді бұл жерге өзіңіздің жаңағы пиндодағы адреске енгізген номеріңізбен кіресіз. Кірдік. Енді бұл жерде менде сұрыптау дегенде 5 товарым тұр. Осы жерден барлығы көрсетіліп тұрады. Сосын ең бастысы мына жерде тікелей төлей бересіз. Сосын ешқандай код енгізбейсіз, трек кодты былай енгізбейсіз. Өздері сіздің жаңағы адреске байланысты, осы жаңа постқа тіркеліп алғаныңызға байланысты осы жерде өзі шығып кетеді, шығып тұрады. Ешқандай трек код енгізу керек емес. Мына жақта бұрында алынған товарларым алынды дейді міне. Мына жерде мен төледім. Міне аты жазылып тұр өзі. Так, мына жерде қанша 149 теңге төлеппін. 262, 149, весна 149, 449 төлеппін. Осындай, бұл жаңа пост. Енді жаңа Тюбидің сайтынан көрейік. Тюбидің сайты Тюби бай Аида Cargo anytrack.kz кіреміз. Міне кірдік. Енді бұған сіздер не қыласыздар, войти регистрация жасайсыздар. Мына жерге имя қоясыздар. Имяңыз осылай, фамилия мысалы. Фамилия. Логин для входа. Бұл жерге өзіңіздің любой бір өзіңіз құрастырып жазасыз. Номер телефона өзіңіздің. Осылай жазамыз. Сосын код пользователя жаңа бот берді осыге. Соны жазамыз. 2293 Атырау, Атырау деймін. Город Атырау. Атырау. Email жазасыз. Мысалы осылай жазамыз. Пароль орнатамыз. Шамалы қиындау бұл, бір пароль орнатып қойыңыз. Мысалы осылай орнатып қойдым міне. Қайттан қайталаймыз. Так. Дұрыс, қайталадым. Енді регистрация деп басамын. Менде регистрация өтіп қойған, сондықтан осылай қалдыра салайын. Сіздер регистрацияны обязательно өтесіздер.